Ана тілің арыңбыл, ұятың көп тұр бетте. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Ақын, Қазақстан халқының жазушысы Қадыр Мырзалиев айтқандай, бүгін 5 қыркүйек Қазақстан халықтарының тіл мерекесі. Яғни 1989 жылы 22 қыркүйекте Қазақстан тілдер мерекесі болып бекітілді. Дегенмен де атаулы датаны премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың бастамасымен 5 қыркүйекке ауыстырды. Атаулы датаның 5 қыркүйекке ауысының себебі ұлт ұстазы, тіл жанашыры Ахмет Байтұрсынұлының дүние есігін ашқан күні. Мағжан Жұмабаев қазақ тілі. Көш кемеді айбынды тоқылады, кеше батыр бүгін қорқақ бұғады. Ерікке ұмытылған шыққыр жаны кісенде, қан суылған жүрек соғым соғады. Қыран құсы қос қанаты қырқылды, күнде күшті күркіреген ел тынды. Асқар Алтай алтын ана есте жоқ, батыр хандар асқан жан ұмтылды. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, сіздерді Қазақстан халықтарының тілдер мерекесінің шын жүректен құттықтаймын. Тіл ұлттың жаны, рухани қазынасы. Мемлекеттік тіліміздің қазақ тіліне құрмет көрсету, оны ардақтау әрбір адамзаттың борышы. Тіліміз тірлігіміздің тұғыры, елдігіміздің негізі болып қала берсін. Мереке құтты болсын.